Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге өте дәмді, жесеңіздер дәмі ауыздарыңыздан кетпейтін мясной пирог жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Отбасыларыңызды, балапандарыңызды қуантыңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. 450 грамм ұнға 150 грамм сары майды салып, жақсылап біркелкі ұнтақтаймыз. 150 грамм қаймақ, 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа және 1,5 шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаларды біріктіріп қамыр илейміз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Тауық етінің орнына басқа да еттерді қолдансаңыздар болады. Барлығын осылай майдалап, кубиктап турап шығамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка барлығын жақсылап біркелкі араластырып шығамыз. Ал енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, өзімізге ыңғайлы формада жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығын 1 сантиметрдей етіп жайып шығамыз. Ал енді салмамызды жақсылап салып, біркелкі түзулеп шығамыз. Ал енді үстінен екінші қамырды қойып біріктіреміз. Арасы жақсы пісу үшін осылай ортасын дөңгелектеп ашамыз. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, күнжітпен сәндейміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағатта пісіп дайын болады. Мясной пирогымыз пісіп дайын болды. Маған дәмі өте қатты ұнады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.